соңғы жаңалығымыз Волгоградтағы мұнай айыратын зауыт істен шықты. Бұны Украин қарулы күштерінің әуе қорғаныс күштері ресми түрде видеомен, ақпаратпен және мәлімдемемен жариялады. Енді бұл шайқас нені білдіреді? Біріншісі, Украинаның дронының күшті екендігін білдіреді. Екіншісі, Ресейде осы дрондарды бақылайтын және оны кез келген уақытта сезіп, оны атып түсіретін әуе қорғаныс жүйесінің, ол не ғылыми технологиялық тұрғыдан, не заттық тұрғыдан жоқ екендігін білдіреді. Екі-ақ түрлі түсінік. Не Ресейде әуе қорғаныс, бақылау, барлау, радарлық жүйесі, бейне Американың Патриот сияқты жүйесі бар, бірақ Украинаның дронын байқай алмай отыр. Екіншісі, Ресейде мүлде осы әуе қорғаныс жүйесінің заттары зат ретінде жоқ болды. Қысқасы, Ресейде қазір бұл зат жоқ. Ресей жарықтық, қысқасы, Украинаның көктен келген дрондарын тосу қабілетіне жоқ. Енді қараңыздар, соңғы кезде украиндер жанар-жағармай бекеттерін, мұнай айыратын зауыттарды, қамбаларды өртеп жатыр. Екінші дүниежүзілік соғыста Германияның қолданған соғыс тактикасы. Алдымен жанар-жағармай бекеттерін, жанар-жағармайды сақтайтын жария және құпия қамбаларды жарып жібереді. Украина тура соны қолданып тұр. Бір мемлекет үшін алғанда әскери техникаға керекті жанар-жағармайды қамдайтын, тасымалдайтын осы үш түйін ең маңызды. Біріншісі, сол жанар-жағармайды өңдеп жасап шығатын зауыт ең бірінші. Екінші, оны құпия түрде сақтайтын таудың астында, өңгір жердің астындағы бәленбай метрдегі құпия сақтауыш қоймалар екінші маңызды. Үшінші маңыздысы бұны тасымалдау. Қазір Ресейде осы үшеуі быт-шыт болып тұр. Ресей сияқты әлемдік екінші үлкен әскери алпауыт елдің осындай ең төменгі және өткізбеуге тиісті қателіктерді өткізуі әлемдік әскери сарапшылардың өзін таңырқатып отыр. Мысалы, қараңыздар, мысалы Майк Тайсон әлемдегі ең жоғарғы салмақтағы алпауыт боксер. Мұхаммед Али әлемдік жоғарғы салмақта атаңызға айналған алпауыт боксер. Енді сол кәдімгі, мысалы көшедегі екі білегі шидей біреуден жеңіліп қалса, таяқ жеп, көзі көгеріп қалса, мүмкін емес қой, адамның ақылына сыймайды. Анау жаттықпаған, бұлшық ойнап тұрмаған біреу. Тура сол сияқты. Ресей әлемдік держава, екінші үлкен держава, атом қару бар держава. Және бұл Ресей бүкіл Еуропаны, шығыс Еуропаны, бұрынғы тарихи отары болған шығыс Еуропаны, Польшадан бастап, Румыния, Венгрия, Чехия, Словакия, яғни бұрынғы Чехословакия, Югославия елдері, Албания, тіпті бұрынғы Балтық елдері, Латвия, Литва, Эстония, ал одан ары қарай Еуропаның солтүстігіндегі Норвегия, Швеция, Швейцария осының барлығын қорқытып отырған ел емес пе? Ал бұл Ресейдің осындай жанды жерін қорғамауы бұл адамдарға бір ғана нәрсені білдіреді. Бірі, қорғанатын заты жоқ, екіншісі, заты болса да, оның қорғанатын қабілеті, мүмкіндігі, қуаты жоқ болып отыр. Осы ғана. Енді бұдан қазақтарға не қатысты дейсің? Ресейдің мұнай өңдеу зауыты істен шықты деген сөз, енді Қазақстанда бензин сәлерке қымбаттай бастайды. Сорлы қазақ билігі осы уақытқа дейін Қазақстанда бір есі дұрыс мұнай өңдеу зауытын 30 жылда салған. Біз Ресейге шикі мұнай береміз, Қытайға шикі мұнай береміз, ал Ресейден бензин сатып аламыз. Ал ол бензиніміз, мына Еуропа, Американы айтпайық, мына кеше ғана есін жиған, кеше ғана қайыршы қалда өмір сүрген Қытайдың 70-ші жылғы бензиндей бензин. 70-ші жылғы бензиннің сапасындай бензинді қазақтар Ресейден қазір сатып алып қолданып отыр. Енді осыдан ақ ойлай бер. Ресейде қазір мұнай өңдеу зауытын жарып жүр, және ол үздіксіз жарылып жатыр. Ал бұл деген сөз, енді Қазақстанда бензин, мұнай тапшылығы туа бастайды. Осыны қазақтар ойлана бастау керек. Өткенде біз айттық. Ресейдің ұшақтарының бөлшектері, яғни запчастары санкция қылынды.
ұшағының бәрі Боинг ұшағы. Ал бұл Боинг ұшағын енді ол жаңартып отыру керек. Тез тозатын жабдықтарын ауыстыра алмайды. Халықара бойынша тыйым салды. Енді Ресейде әуе шырғалаңы болады дедік. Болды ма? Арт-артынан әуе шырғалаңдар болып жатыр. Мына Иранның төбесінде құлады бір ұшағы. Енді осының барлығын біз не деп айтып отырмыз? Ресейде қазір жанталас. Мысалы, менің Атажұрт WhatsApp каналын аштым. Қазір міне 2000-нан асып кетті адамдар. Кәдімгі WhatsApp-ыңыз, бірақ канал. Ол кәдімгі группа емес, канал. Ол жерде тек мен сөйлеймін, болды. Ешкім сізді мазаламайды. Менен басқа. Сонда біз аударып жарияладық. Енді Ресей есі шығып, анау Қытайдың ең батыс терістігіндегі Қашқар деген қаладан өздерінің жаңағы Ресей өзі жасаған алып жүк тасу ұшағын Қашқар Москва бағытында ұшырып қойған. Атажұрт WhatsApp каналында біз бұны ағылшын тілді ақпарат көздерінен аударып жарияладық. Әдетте Қашқар жабық қала. Ол ескі, мынау қазір ұйғыр аталынып жүрген, ана бұрынғы ұйғырмен қатысы жоқ, қазіргі ұйғыр аталып жүрген халықтың қаласы. Махмуд Қашқаридың сол жерде билік сүргендегі қаласы. Енді бұл Қашқар қазір Қытай үшін жабық қала еді. Қытайлар ол жерге сырттан ұшқан құс, жорғалаған тышқанды кіргізбей ұстап отыр. Қанша миллион ұйғыр жер бетінен жойылып кетті, ешкім білмейді. Олар сөйтіп сұраушысы иесі жоқ деп қазақтарды да жаңағы 500 000 қазақты концлагер қамағанда біз аттандап халықараға дабылға Қытайдың кеңірдегіне қылқан болып тұра қалдық. Мысалы, енді Қашқар Қытайдың ең батыс терістік шекарасында. Мына жағында Ауғанстанға жақын, мына жағында Пәкістан. Енді осы Қашқардан Москваға ұшақ қатынады. Бұдан бұлай рейс болмаған. Ол деген сөз не? Қытайдың әскери маңызды түйіні Қашқар. Қытайдың батысқа қаратқан ең үлкен әскери бекіністерінің бірі Қашқарда тұрады. Қашқарда тұрады. Енді Ресей кәдімгі тұрмыстық техниканың өзін, киім-кешек, азық-түлік, әскери киім-кешек, әскери техника және тұрмыстық және әскери салада қолданылатын бөлшектер, жаңағы дроның бар, басқаң бар, анау-мынау бар. Енді сол Қытайдың ең шеткі шекарасы Қашқардан тіке Москваға ұшырғалы жатыр. Бұл деген сөз Ресей анау Пекиннен ұшатын, басқа Урумшиден ұшатын ұшақтардың бәрі оған үлгірмей жатыр. Ресей өртеніп жатыр. Әкел, керек, жібер. Міне, ал Қытай ақша жасады.